Сиқырлы қала. Мен бұл қалаға бірінші рет келген едім. Қала дегенде қалай айтсам екен, бұл қалада мен түсімде ғана боламын. Алғаш рет айналамда өзіме бейтаныс заттарды көріп таңдандым. Жол теңіз бен жер ортасында сияқты. Осы жолмен ұзақ жүре берсең, алдыңнан бейне бір бейтаныс бұл әлемде жоқ қалаға шығады. Жол бойындағы акулалар мен киттер көз тартады. Су бетінде өздерінің өнерлерін көрсетіп, сан түрлі іздер қалдыруда. Мұны көргендегі әсерім шексіз. Келесі бір жағыма қарасам, өсіп тұрған гүлдер мен ағаштар, керемет бау-бақшалар, аспан мен жерде ұшып жүрген ерекше құстар. Айналада бейне бір қорық сияқты жануарлардың түр-түрі. Не жоқ, жер бетіндегі барлық жануарлар. Бұл жерді бір сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Бір білерім ерекше көрініс, ерекше естен кетпес ғажайып. Айналаға қарап тамсанудан жалықпайсың. Бір қызығы, осы қала маңында тұратын көптеген адамдар әңгіме басында айтып кеткен, жер бетінде жоқ ерекше қалаға кіре алмайды. Ұзын түзу жол ерекше қалаға бағытталса да, қалаға әрі қарай кіру үшін адамдар арасынан таңдаулылары ғана кіреді екен. Мысалы, 1000 адамнан біреуі. Енді ойлай беріңіз, бұл қалаға кіру біраз адамның арманы болар. Осылай қалаға қалай кіремін деп, қалаға жақындап, көпірдің жанында ойнап тұрғаным сол еді, құрбым Сабира мені оятып жіберді. Мақпал, тұр, сабаққа кешігеміз. Неге оянбай жатырсың? Не қалған ұйқы? Қыз-ау, кешігеміз, тұрсаңшы енді. Не дейсің, қазір? Осылай екеуміз сабаққа бардық. Күні бойы есімнен көрген түсім кетпеді. Сабақ біткеннен кейін кафеге бардық. Мұндағы официант жігіт менен көзін алар емес. Мен де оған жаман қарадым. Ол болса жымиып қарады. Біздің тапсырысымызды әкеліп берді. Тамақтанып алып, бірден жатақханаға қарай жол тарттық. Кеш болды. Берілген тапсырмаларды орындап, ұйқыға кеттік. Осылай ұйықтап жатып, тағы да сол ерекше қаланы көрдім. Қала бұл жолы бұрынғысынан да әдемі, тамаша көріністе. Іштей ойлап қоямын, осы қалаға қайтсем де кіруім керек деп. Осылай ой үстінде тұрғанда қалаға да жетіп, әңгіме басында айтқан көпірден де өттім. Бірақ қалайша мені өттім, ол жағы жұмбақ. Ақыры арманым орындалып қалаға кірдім. Қаланың іші мен ойлағаннан да әдемі, көз тартарлық. Іші бейне бір цирк алаңы сияқты. Ертегі әлеміндегі үйлер сияқты биік-биік аласа үйлер, түрлі түсті фонтан, әр түрлі гүлдер, аспан мөп-мөлдір тұнық көк түсті. Жерде шөптің түр-түрі. Қалада қайда барамды білмей басым қатып, бір орында тұрып қалдым. Осылай ойланып тұрғаным сол еді, бір мысық келіп еркелей бастады. Мен де оны еркелетуге тырыстым. Біраздан кейін мысық маған артымнан жүр дегендей сыңай танытты. Өзім де аң-таңмын. Қалай мен мысықты түсініп тұрмын. Сонымен оның артынан бардым. Ол мені қаладағы ең үлкен хан сарайындай үйге әкелді. Есікті қағып едім, қызметші есікті ашты. Ол менің құрбым Сабираға ұқсайтын сияқты. Тіпті Сабира десем де болады. Есікті ашып үйге кіргізді.
Үйдің ішінде мысық пен қызметші ғана. Қалайша олай? Таңданысымды жасыра алмадым. Отырыңыз, деді қызметші. Дауысы Сәбираның нақ өзі. Үстел басында одан бұл қандай жер? Неге қала сыртындағы адамдар осында кіре алмайды? Тағы басқа өзімді қызықтырған сұрақтарды қойдым. Ол маған былай деп жауап қатты. Қызым, бұл жай қала емес, сиқырлы қала. Ана жатқан мысықты көрдің бе? Сол негізі осы үйдің мұрагер ханшайымы. Есімін айта алмаймын. Себебі қатты қорқамын. Саған қалай айтарымды білмеймін. Осындай әдемі қалада бір зұлым тұрады. Егер мен ханшайымның атын айтсам, барлық зат бір мезетте сол зұлымның күшімен кез келген затқа айналады. Сол себепті айта алмаймын. Бізге тек сен ғана көмектесесің. Бірақ қалай ол жағын білмедім. Жақсы, бірақ қалай? Көмек бере аламын. Осы сәтте мені тағы да Сәбира құрбым оятып жіберді. Мақпал, жүр, қазір кешігеміз, тұрсаңшы. Сәбира, мен жаңа ғана түсімде сені көрдім. Оған түсімді толығымен баяндап бердім. Ой, сен де бір қайдағы жоқ түсті көресің екен. Ондай болмайтын түсті несіне айтасың, деп маған ешқандай көмек те бермеді. Таңданысымда болмады. Бір қызығы түсімде тура бір шынайы осы жайдың бәрін басымнан кешкендей сияқты боламын. Осыдан кейін бірнеше күн бойы түс көрмедім. Өзім де таңғалып жүрмін. Осылай түсімнің аяқсыз қалғаны ма? Қалай тұрғанымды оларды құтқармаймын ба? Осы оймен біраз жүрдім. Әттегендей, сабақтан өзім жалғыз қайтып келе жатқанмын. Кенет артыма бір сұры мысық түсіп алды. Оған қараған сайын жүрегімді қорқыныш биледі. Түсі сондай суық, бір қызығы көз жұмулы екен. Мені көрмейді, бірақ соңымнан қалар емес. Келе жатырмын, ол да артымнан қалар емес. Соңына қарай жүгіре бастадым. Мысық та жүгірді. Қорыққанымнан бір сауда үйіне кіріп кеттім. Мысық далада қалып қойды. Терезеден қарап едім, жоқ болып кетті. Сауда үйіне дейін такси шақырып жатақханаға келдім. Бөлмеде ұзақ ойланып отырдым. Қорқынышым басылмады. Кешкісін бәрін Сәбираға айтып, ол әңгімемді күлкіге айналдырды. Ертесіне Сәбира екеуміз сабақтан қайтып кафеге бардық. Бір кезде қарасам, мысық орындықта отыр. Жүрегім жарылардай болдым. Сәбираға ақырын айтсам, ол ештеңе көрмегенін айтты. Мен болсам мысықты көріп тұрмын. Сыртқа шығып Сәбираны күтіп тұр едім, маған қарай официант жігіт келді. Ол маған өзінің мысықты көргенін айтты. Менің таңданысымда шек жоқ. Оны қалай көрдің? Неге басқалары көрмейді? Деген сұрақты қойдым. Ол жағын саған уақыты келгенде айтамын. Мен сенің түсің жайлы білемін. Саған тағы айтарым, құрбыңнан алыс жүр. Ол саған зиянын тигізеді. Не, сен кімсің? Маған олай айтатын. Менің есімім Әли. Сен көрген түстің қаланың тұрғынымын.